Ассалауму алейкум. Har майек бөрек пісіргенімізде анажаным айтар еді. Қарызың мыңға жетсе, майек бөрек пісір деген деп. Еш мәнісін сорамаған екенмен. Енді жылдар өтіп майек бөрек пісірсем, анамның сол мақалы ядыма түседі. Бәлкім бұрында ата-бабаларымыздың қорасы малсыз, кетегі тауықсыз, көбісі майсыз тұрмаған болу керек деп. Үйшілік қазанға саларға зат таппай қалса, майек бөрек пісіріп жетіғын болған шығар деп ойлап қояман. Сізлер қалай ойлайсызлар? Пікіріңіз бенен комментарияда бөлісіп кетсеңіз, біліп отырсақ. 10 майекті шағып, 10 қасық сүт, 10 қасық су, 10 қасық май, әлбетте үлкен қасықпенен саламыз. 1,5 шай қасықта тұз салып, жақсылап венчикте араластырамыз. Ұнымызға 1 майек шағып, суға 1,5 шай қасық тұз салып, араластырып, қаттылау қамыр елейміз. Үстіне мешок жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Кейін 2 зуалаға бөліп, және 10 минутқа тындырып алып, көртіктен сәл қалыңлау етіп жайып, шайнектің қақпағы менен жайылған қамырды 2 қатлап кесіп аламыз. Қазанымызға су құйып, қайнаған соң тұз, 2 үлкен қасықта май салып, бөреклерімізді пісіріп аламыз.